Здравствуйте, хорошо. Hello students, how are you? Hello teacher, I am fine. Ендеше студенттер, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын жақсы көңіл-күйде өткізу үшін серпілту сәтін өткізейік. Сіздермен геометриялық бей серпілту сәтін өткізетін болады. Сіздер де қазір үшбұрышты көрсеткен кезде қолдарыңызбен осылай көрсетіп билейсіздер. Дөңгелекті айтқан кезде дөңгелекті көрсетіп айналасыздар. Және төртбұрышты көрсеткен кезде қолдарыңызбен былай көрсетіп билейміз. Жақсы ма? Түсінікті ме студенттер? Ал онда сабағымыздың келесі кезеңі біз қазір топқа бөлінесіздер. Жарайды ма? Сіздер де мынандай қорапша тұр. Осы қорапшадан бір сөзді алып шығу арқылы топқа бөлінеміз. Сіздерде 3 бұрыш, 4 бұрыш, куб және пирамида командалары болады. Командаға бөлінейік. Ең бірінші команда бізде пирамида, сіз отыра қалайық. 4 бұрыш командасы, куб және 3 бұрыш командалары. Ендеше сабағымыздың келесі кезеңі. Сіздерде қазір бамбусл платформасында 24 сұрақтан құрастырылған ящиктер тұр. Сіздердің әрқайсыларыңыз бір ящикті таңдау арқылы сұрақтарға жауап бересіздер. Әрбір дұрыс жауап үшін сіздерге мынадай геометриялық фигуралар беріледі. Жақсы ма? Жақсы жауап берсеңіздер дөңгелек, орташа жауап берсеңіздер 4 бұрыш, және де жауап бере алмай кідіріссеңіздер сіздерге 3 бұрыш беріледі. 4 бұрыш командасынан Аслан, сіз жауап беріңіз, сұрағыңыз. Қай ящик таңдайсыз? 13-ші ящик. Аксонометриялық проекциялардың қандай түрлері бар? Трибұрышты аксонометрия, яғаш аксонометрия, ортогональды аксонометрия. Аха, жақсы, жарайсыз. Дұрыс жауап сізге демек дөңгелек беріледі. Келесі командадан Ная, тұра қойыңыз. Қай ящик таңдайсыз? 3 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы қанша градус? 180. Қосындысы 180 градусқа тең. Дұрыс, жарайсыз. Ал ендеше үй тапсырмасын сіздермен тексердік. Келесі кезеңіне өтетін болсақ, тақтада не көріп тұрсыздар? 4 бұрыш, 3 бұрыш. Яғни бұлар бізде не деп аталады? Фигуралар. Демек біздің сабағымыздың бүгінгі тақырыбы 3D моделін құру негізінде геометриялық фигуралардың ауданын табу. Сіздермен сабақтың тақырыбын айқындадық. Енді келесі сабақтың мақсатына көшеміз. Қазір сіздердің алдарыңызда стикер таратылған. Сол стикерге бүгінгі сабақтың мақсатын жазамыз әрмесіміз. Жазып болсаңыздар, мына тақтаға жабыстырамыз. Түсінікті ғой, студенттер? Демек біздің сабағымыздың бүгінгі мақсаты білім алушылардың 100% сабақтың соңында қарапайым геометриялық фигуралардың 3D моделінің текстурасы мен фактурасын анықтайды, 3D модельдерді құру әдістерін талдайды, қарапайым геометриялық фигуралардың ауданын табу әдістерін біледі, және 80% 3D модельдерді құрудың негізін түсінеді және қалай қолдануды біледі. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Енді келесі бүгінгі сабағымызды сіздерге жасанды интеллект қысқаша түсіндіретін болады. Барлығымыз назарды тақтаға аударайық. Үш модельдің бұл үш өлшемді кеңістіктегі объектілерді құру процесі. Бұл әдіс архитектура, ой Демек 3D модельдеу дегеніміз үш өлшемді нысан жасау, яғни кез келген заттарды үш өлшемдік нұсқа ретінде өңдеу болып табылады екен. Енді келесі сіздердің алдарыңызда мынадай парақтар таратылған. Сол парақтарды аламыз, QR қосымшасын ашасыздар, және де ең астында сіздерде мынандай QR код тұр. Осы QR кодты сканерлеу арқылы сіздерге жазықтықтағы фигуралар кеңістіктегі фигураларға айналады. Ашайық барлығымыз. Студенттер, тамашаладық па кеңістіктегі фигураларды? Енді келесі сабағымыздың кезеңі бізде практикалық тапсырма. Сіздерге Paint 3D бағдарламасында геометриялық фигуралардың объектін құрастыру керек, және де олардың ауданын табу.
Сіздердің алдарыңызда енді мынадай A4 парағы берілген. Осы жерде 4 тапсырма көрсетілген. Яғни бірінші командада мына объектіні сіздерге құрастыру керек. Бірінші, екіншіден осы құрастырылған объекттің ауданын есептеу керек. Екі студент сіздерде Painter'ді бағдарламасында объектіні құрастырады, екі студент формуланы есептейсіздер. Жақсы ма? Ал бастайық. Екі фигураның формуласын қолдану, яғни пирамиданың формуласы S тең 0,5 көбейтілген AB тең 12, ал кубтікі S тең 6A квадрат тең 96. Яғни барлық объекттің ауданы 1602 тең болады. Жақсы жарайсыздар. Сіздерде барлығы дұрыс есептелген, формуланың аудандары барлығы бар, объектілер дұрыс құрастырылған. Жарайсыздар. Сіздерге жақсы деген баға. Студенттер, енді сіздерде сабағымыздың келесі кезеңіне көшейік. Сіздерде Moodle платформасында тапсырмалар берілген. Қазір сіздерге дұрыс ұяшықтарды сәйкестендіру керек. Сіздерге аудан формуласы және де 3D Max бағдарламасындағы фигуралар бейнеленген. Ендеше куб командасынан бізге тақтаған нұрайды шығыңыз. Дұрысын сәйкестендіреміз. Қайсысын таңдадыңыз? S тең пи квадрат. S тең пи квадрат. Ол қайсының ауданы екен? Шеңбердің ауданы. Жақсы жарайсыз. Онда сізге жақсы деген баға алыңыз. Ал студенттер, енді сабағымызды қорытындылай келе, сіздердің алдарыңызда қорапшалар тұр. Сол қорапшалардағы геометриялық фигураларды санаймыз. Сөйтіп өзіміздің қорытынды бағамызды есептеп, мына таблицадан көрсеңіздер болады. Қорапшадағы фигураларды санаған болсаңыздар, сіздерде тақтада бағалау жазылып қойған. Әр сұрақтың өз пайызы жанында жазылған. Так, Куликова Ная, сізде қанша балл? 21. Куликова Ная 21. Демек, сізде 100 балл. Енді сіздерге үй тапсырмасы қарапайым 3D пішінді текшенің моделін құрып, оның беттерін ауданын есептеу. Қабырғасы А тең 5 см. Түсінікті ме, студенттер? Так, жақсы студенттер, енді сіздермен сабағымызды қорытындылай келе, кері байланыс орнатамыз. Сіздерде жасыл түс барлығы түсінікті сабақ, сары түсініксіз, әлі де және де қызыл мүлдем түсініксіз дегенді білдіреді. Енді бір-бірден шығып, белгілесеңіздер болады. Сіздердің аттарын жазып тұр есімдеріңіз, сол бойынша таңдайсыздар. Сіздер барлықтарыңыз енді жасыл түсті таңдаған екенсіздер. Демек, сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Әлі қызықты өтті. Енді ең бастапқы мақсатымызға жетті деген ойдамын. Жақсы, рахмет сіздерге. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.